Қазіргі таңда Астана қаласының білім беру қызметкерлерінің кәсіподағының басшылығы мен білім саласындағы қызметкерлерге әлеуметтік көмектер көрсетілуде. Әсіресе жыл сайын мұндай көмектер саны артып келе жатыр. Солардың бірі кіші қызметкерлерге еңбек демалысынан шыққанда берілетін сауықтыру жәрдемақысы. Бұл қолдау кәсіподақ және білім басқармасының бірлескен жұмысының арқасында жүзеге асып отыр. Жыл сайын еңбек демалысына шыққанда мен өзім осы жәрдемақыны алып отырмын. Бұл біз үшін үлкен қолдау, үлкен көмек. Осындай мүмкіндік жасап отырған кәсіподаққа алғысым шексіз. Мен Бекетов Самиғұлла Ибраимұлы, Орал қаласында батыс су арнасында жұмыс жасаймын. Былтыр топан су кезінде саяжайым суға кетіп, баспанасыз қалдым. Евапунктте паналап, отбасымен жүргенде Дәулетәлі мырзамен кездесіп қалып, сол кісінің қабылдауында болып, баспана жөнінде мәселесін айтып, кейін көмек болды. Сол кісінің арқасында көмектесіп, баспаналы болдық. 80 шаршы метрлі 2 бөлмелі пәтер берілді. Сол пәтерде қазір отбасымен тұрып жатырмын. Жұмысым осы батыс су арнасында сол бұрынғы жұмысын жасап жүріп жатырмын. Дәулетәлі Сатыбалды Телеғасылуына көп рахмет, алғысымыз шексіз, отбасым атынан көп рахмет. Кәсіподақ біздің компанияда, яғни Қазгермұнай біріккен кәсіпорны компаниясындағы жетістіктерінің бірі, жеңістерінің бірі. Ол біздің ұжымдық келісім шарттың сақталуы. Қазіргі таңда біздің компаниямызда мұнай өндірудің деңгейі жылдан жылға төмендеп бара жатыр. Бұл біздің кешендегі мұнайдың қорының азаюына және судың көбеюіне байланысты. Өзі компанияның өзінің пикінен өтіп төмен қарай құлдырауы болған жағдайда да ұжымдық келісім шарттың әрбір баптарын сол күйінде қалдырып, және де сол күйінде осы біздің қызметкерлерді сол баптарды ешқайсысына өзгеріс енгізбей сақтап қалу бұл үлкен жеңіс деп санаймын. 21 жылы басшылықтың бұйрығымен кітапханамыздың кіші техникалық қызметкерлері, атап айтқанда еден жуушылар, күзетшілер, аула сыпырушы барлығы 7 адам жұмыстан босатылмақшы болған. Кітапхана басшылығы бұл қызметті аутсорсинг клининговый компанияларға, жеке мердігерлерге бермекші болған. Бірақ бұл тәсілдің шын мәнінде үнемдеуге келмейтінін, және де бұл қызметкерлердің әрқайсысы бір отбасының асыраушысы екені, арасында мүгедек жанның бар екенін ескере отырып, бастауыш кәсіподақ төрағасы ретінде қалалық кәсіподақ басшыларына арызданып, сол кісілердің тікелей араласуымен бұл қызметкерлеріміз жұмыс орнында қалған болатын. Бүкіл ұжымымыздың атымыздан қалалық кәсіподақ басшыларына үлкен алғысымызды білдіреміз. Қызылорда облыстық филармониясы кәсіподағы ұйымының ұжымдық шартқа қосқан жеңілдігі 8 сағат нормативтік жұмыс уақытын 4 сағаты жұмыста өткізсек, қалған 4 сағатын өзіміздің жеке шеберлігімізді дамыту мақсатында өткіземіз. Сол үшін кәсіподақ ұйымына алғыс айтамыз.